Сәлем достар. Бүгінгі видеода сізге мен қалай видеоға YouTube'да баннер қоюды үйретемін. Творческий студия YouTube'ға кіресіз, міне значок осындай. Соған кіресіз. Play Market'тен жазып аласыз. Кіресіз, сосын өзіңіздің каналыңыз бар ғой, соған кіресіз. Содан кейін сол каналда видеолар, төмен түскенде видеолар тұрады. Аналитикасын көрсетеді, онда эффективность загрузки солардың барлығын көрсетеді. Просмотр барлығын, видео дегенге басасыз. Мысалға мен мынаны ауыстырайын. Міне мынау видео, соны мен бетін ауыстырғым келеді, осы суреттің. YouTube'ға кіргенде өзгеше фото тұрады, соны ауыстырамыз. Кірдік, жаңағы мына жер ручка сияқты белгі тұрады, соны басасыз, сосын свой значок дегенге кіресіз. Мысалға сіздер үшін ауыстырып көре тұрайын. Ауыстырған кезде осылай дұрыстап аласыз. Сосын выбрать дегенді басасыз. Таңдау. Сосын міне өзгерді. Сохранить дегенді басасыз. Видеоның бетіндегі баннері өзгерді, фото болды, яғни. Сосын шығып кетемін, міне шыққанда жаңа видеомыздың бетінде мен суретім тұр. Осылай өзгерте бересіз, осы программаны жазып алу арқылы. Мен видеом пайдалы болса, лайк басып кетіңіз, каналыма тіркеліп, және комментарияға жазыңыз, тағы қандай пайдалы видеолар шығарайын. Сау болыңдар достар.